Таразда инклюзивті спорт орталығы салынады. Бұл туралы шешім облыстық мәслихаттың 8-ші шақырылымының кезектен тыс 33-ші сессиясында қабылданды. Жаңа жоба ерекше қажеттілігі бар жандарға қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Заманауи кешенде спортпен шұғылдануға барлық мүмкіндік қарастырылып, ғимарат толықтай қолжетімді орта талаптарына сай жабдықталады. Бұл өз кезегінде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың денсаулығын нығайтып қана қоймай, олардың қоғамға бейімделуіне де оң ықпал етпек. Айта кетейік, аталған бастама өңірде инклюзивті ортаны дамыту бағытындағы маңызды қадамдардың бірі саналады. Бұдан бөлек сессия барысында күн тәртібіне сәйкес бірқатар өзекті мәселелер қаралды. Атап айтқанда 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджетке өзгерістер енгізу, Жамбыл ауданының кейбір елді мекендерінің шекаралары мен әкімшілік бағыныстылығын қайта қарау, сондай-ақ 2026 жылға арналған облыстық жер комиссиясының құрамын бекіту мәселелері талқыланды. Сессия қорытындысы бойынша депутаттар ұсынылған құжаттарды бірауыздан қолдады.